ең бірінші күнделікті ритуалдардың біріне мысалы көлігіңіз осындай көліктер болса ең бірінші май тексереміз. Оны қалай тексереміз? Ең бірінші сіздер өздеріңізбен бірге осындай бір сүлгі болу керек, құрғақ сүлгі болу керек. Сіздің машинаның майын көретін шүптан бірінші көтереміз. Бірінші бір рет сүртеміз дейді, тазалап. Қайтадан осы орнына саламыз. Күтіп бір 4-5 секунд күтесіздер да қайтадан шығаратын боласыздар. Міне қазір күттік. Міне енді примерно шығара берсек болады. Міне осы жерде май көрінеді. Міне май көрінеді. Міне май қазір негізінде ауысқанына, менің машинам ауысқанына бір 5000 км болып қалды. Майды 8000 км-ден немесе 10000 км арасында ауыстыру керек мотордың майын. Менікі міне нормальный деп ойлаймын. 5000 жүрілгенге. Енді құдай қаласа менің де бір 2000 шақырымнан кейін ауыстыратын боламын. Міне бұл ең бірінші енді. Одан кейінгі ритуалдарыңызға сіздердің міне енді уровеньдердің бәрі орында тұр ма екен? Міне максимумда тұр. Мынаның ішінде бәрі уровеньде тұр ма? Соны бәрін тексеретін боламыз. Міне машинаның бірінші астына қарап, бәрі орында ма, орында емес па? Болмаса одан кейін егер де сіздің қазір көктем болғаннан кейін көбде жаңбыр болады, жер кір болады, сондықтан омывайканы білесіздер, иә? Су шашатын, соған су құятын боламыз. Менде арнайы су құю емес, су құйсаңыз сіздің өзінің арнайы машинаға зиян болады. Міне жанына құямыз. Міне мынау сіздерде міне бұл қыста да құятын, -30-ға дейін шыдайды дейді. Міне құямыз. Мысалы мынау негізінде көп қолданбасаңыз бір аптаға жету керек. Немесе өзіңіздің керектігіңізге байланысты қоса бересіз. Міне ең бірінші көлікпен айдамас бұрын істелетін нәрселер осылар болып табылады.